Изабель ханым, қазақ халқында баланың ең құнды қасиеттері бойындағы дарыны, мінез құлқы, когнитивті қабілеттері. Тіпті сырт келбеті де негізінен нағашы жұртынан беріледі деген түсінік бар. Сіздің көзқарасыңыз бойынша мұндай пікірдің ғылыми негізі бар ма? Мен бұлай деп ойламаймын, керісінше мұндай түсініктің қайдан шыққан түсінуге тырысып жүрмін. Бұл ананың бала күтіміндегі бастапқы шешуші рөліне байланысты болса керек. Дәстүрлі қоғамда нәрестені емізу ғана емес, оның өмірінің алғашқы жылдарындағы күтіміне де тек анасы жауап береді. Әдетте баланы балабақша мен мектепке апаратын да, жасөспірім шағында оның ең жақын сенімді адамына айналатын да ана. Мүмкін сондықтан болар, дамуы, тұлға болып қалыптасуы мен жеке қасиеттер тек ананың ықпалымен қалыптасады деген ұғым туған шығар. Бұл сөздің жаны бар, бірақ баласы бар адамдар мұның шындық емес екенін жақсы біледі. Біздің кім екенімізді білдіретін нәрсе ол тұлғалық қасиеттеріміз. Ол генетикалық және эпигенетикалық факторлардың жиынтығынан құралады. Генетикалық факторлар бұл ДНК тізбегіндегі кодталған ақпарат. Біз генетикалық материалдардың жартысын анамыздан, жартысын әкемізден аламыз. Осының өзінен ақ көрініп тұр, жартысы және жартысы. Біздегі эпигенетикалық жүк бұл ДНК-ның өзіндегі модификациялардың жиынтығы, яғни ДНК тізбегінің айналасындағы оның белсенділігін реттеп отыратын кішкентай таңбалар. Бұған қоршаған орта, өмірлік тәжірибе, естіген сөз, ішкен ас, физикалық белсенділік, әлеуметтік қарым-қатынасымыз, ортадағы химиялық заттар мен эндокриндік жүйенің бұзылуы да әсер етеді. Өміріміздің кез келген қыры эпигеномға әсер ете алады. Егер осыны түсінсек, әрине ана өзінің мінез құлқы айтқан сөзі арқылы әсер ете алады, бірақ баланың айналасында басқа да көптеген факторы бар. Әке де әсер ете алады. Тіпті әкесі анасына қарағанда аз уақыт бөлсе де, әкесі бар отбасыларда бұл эпигеномға ықпал етуге жеткілікті. Сондықтан ғылыми тұрғыдан алғанда барлық жауапкершілік тек ана жағында деген пікір дәлелсіз. Керісінше бәрі әлдеқайда күрделі екенін көрсететін деректер бар. Адамға және балаға өте көп фактор әсер етеді. Митохондриялық ДНК балаға тек анадан беріледі және сондықтан бұл тақырып көпшілік арасында жиі талқыланады. Ғылыми тұрғыдан алғанда ол физикалық немесе когнитивті сипаттамаларға айтарлықтай әсер ете ме? Әлде оның биологиядан тыс рөлі тым асыра сілтеп айтылған ба? Қалай ойлайсыз? Иә, әрине, митохондриялық ДНК шынымен де балаға тек анасы арқылы беріледі. Дегенмен, митохондриялық ДНК-ның адамның қалыптасуына қосатын үлесі өте аз. Өйткені ондағы гендердің саны шектеулі. Бұл біздің геномымыздың негізгі әрі шешуші рөлі болып табылатын ядролық ДНК-мен салыстырғанда өте кішкентай ғана бөлік. Заманауи мінез құлықтық генетика теориялары баланың нағашы жағындағы туыстармен тұқым қуалайтын қабілеттер арасындағы қандай да бір күшті байланысты қолдай ма? Осыған толығырақ тоқталсаңыз. Жоқ, тағы да айтамын, генетикалық немесе эпигенетикалық мағынада болсын, баланың нағашы жағынан басым ықпалды растайтын ешқандай күшті және сенімді дәлелдер бар деп ойламаймын. Әрине, егер бала тек анасымен немесе тек әкесімен ғана қарым-қатынаста болса, ол тікелей күтім жасап отырған ересек адамның ықпалында болады. Бірақ бұл жерде сол адамның әйел немесе еркек болуы міндетті түрде шешуші рөл ойнамайды. Ең маңыздысы күтімнің сипаты, қандай тәрбие беріліп жатқаны, қарым-қатынастың қалай құрылғаны, ондағы махаббат пен балаға көңіл бөлу. Мұның бәрі анадан да, әкеден де, әйелден де, еркектен де бірдей деңгейде шығуы мүмкін. Сондықтан баланы бағып отырған адамның жынысы генетикалық тұрғыдан қандай да бір рөл ойнайды деп есептемеймін. Яғни баланың қасиеттері нағашы жағындағы туыстарынан келеді деген идея биологиялық шындықтан гөрі дәстүрлі әлеуметтік механизмді көбірек көрсетеді деуге бола ма? Мүмкін, бұл түсінікті де. Адамдарды мұндай ой үшін кінәлауға болмайды, өйткені балаларды негізінен әйелдер тәрбиелейтін қоғамда адамдар кез келген қасиет ананың ықпалымен қалыптасады деп есептеу заңдылық. Және белгілі бір деңгейде бұл шынымен де солай. Мәселе көбіне біз тек жағымсыз қасиеттерді байқайтынымызда. Егер бала қорқақ, мазасыз немесе агрессивті болса, мұны жиі анасына жаба салады. Осы бағытта зерттеулер бар, соның ішінде тышқандарға жасалған біздің зерттеуіміз бар.
тышқандар, сүтқоректілер, олар мінез құлық пен генетикалық тұрғысынан адамға өте ұқсас. Біз өмірлік тәжірибе салдарының тек әкесі арқылы берілуі мүмкін екенін көрсеттік. Бұл мінез құлық немесе әлеуметтік қатынас арқылы емес, өйткені тышқандарда еркек тышқан ұрпақ тәрбиесіне мүлде қатыспайды. Ол жай ғана қасында болмайды. Кеміргіштерде тек анасы ғана балалары өз бетінше күн көріп кеткенше күтім жасайды. Сондықтан жас кезінде қолайсыз жағдайларда немесе қатты стрессті бастан кешкен еркек тышқандар мұны сперма арқылы, яғни репродуктивті жасушалар арқылы келесі ұрпаққа бере алады. Олар бастан өткен тәжірибе туралы сигнал тасымалдайтын белгілі бір эпигенетикалық факторларды береді. Соның салдарынан ұрпағында стресс әсерінің белгілері байқалады. Бұл ұрпақ ешқашан әкесі немесе атасы сияқты стресс көрмеген, бірақ соған қарамастан оларда тәуекелге патологиялық бейімділік немесе метаболизмнің бұзылуы сияқты белгілер байқалады. Біз мұның тек стресске ұшыраған әкеден ұрпаққа сперматозоидтағы факторлардың берілуінен екенін дәлелдедік. Сондықтан мен жануарларға жасалған зертханалық модельдерде бұл механизмнің өте сенімді дәлелдері бар деп айта аламын. Әзірге бұл адамдарда толық көрсетілген жоқ, өйткені мұндай зерттеу жүргізу өте қиын, тіпті мүлде мүмкін емес шығар. Дегенмен әкеден берілетін және ұрпақтың мінез құлқына, сондай-ақ психикалық және физикалық денсаулығына әсер ететін көптеген молекулалық факторлар бар деп айтуға толық негіз бар. Сұхбатыңызға рахмет.